ойын тәсілін. Бұл жерде бірінші, екінші записканы ашып салғанда үй жұмысын осы қоржынның артына бірнеше сұраққа сонымен қатар ол сұрақтар қызықты және балалар ұнайтын қызықты сұрақтар болу керек. Сондай үй жұмысынан 4 сұрақ дайындап оқушыларды шығардым. Сосын олар қоржыннан алып өте жақсы жауап берді. Бұл ойыннан күтілетін нәтиже сабаққа баланың бірінші қызығушылығы артады. Ол кезде балалар барлығы шыққысы келіп, ойын болғандықтан қол көтеріп барлығы шыққысы келіп, сонымен қатар бірден сұрақты қойып алды, бірден шапшаң сол сұраққа жауап беруге тырысты. Яғни тез тығырықтан шығып ала